Мақсат, Айкен, және біздің Жанар шопырымыз. Сырдың атасы мұнда екен, міне. Қаншама міне жерде сыртып, Құдай сақтасын. Көгергені де тұр, қарайғаны да тұр, қызарғаны да тұр. Не бір сырлар тұр біздің қазақтың құрттары сияқты ғой бұлар үшін. Міне, устрицаның не бір сорттары, әртүрлі сорттары. Міне, меди дегеніңіз мына жерде. Әлі түрі бұлар. Қалай оның түрі екенін қалай білесіз? Неден өте, мынау ашылып тұрған, мысалы. Ашылып тұрған бүйтіп ұстасаң, иә? Біраз жабылаға, жабылаға тұр ма, защитный? Ол қорғанғаны ма? Қорғанғаны, иә. Қарай көрі, обала, иә? Жабылаға. Міне, ашылып тұр, ұстайыншы қазір. Жабылды да қалды. Өзі жабылып алды. Қарай көрі? Ашылмайды. Кенде ғана ашылады, ана құстықтар. Ой, табиғаттың. Көрінбей? Міне, ішім мынандай ғой. Ішімнен бәйен, асылып тұрғаны ғой. Біздің Қазақстанда пандемическая зона же по щитовидке железе. Мына жақта ондай өте редко болады. Осы өнімдердің бәрінде де йод көп қой. Йод өте көп, иә. Мына йод жетіспеген тым болмайды бұларда. Қызыл, жасыл, неше түрлі қызғалдақтар. Гүлденістер. Бүгін ғана ертеңсін шыққан мына түнімен деген балық ұстайтын сағат 5-тен бастап сатады. Қараңыз, кальмарларды қараңыз. Интерне дейді, иә? Бәрі свежий. Керемет өлке ғой. Мынау балықтың еті ме? Ерекше еті. Кәдімгі сиырдың еті сияқты ғой? Сиырдың еті сияқты. Морской теленок дейді оны. Мына балық сол морской теленогың мынау ғой міне. Мынау ғой. Осының еті е осы? Мынау теңіз өрмекшісі, мынау туп дейді. Ана көрдің әлі қимылдап жатыр. Ойбай, тірі болып жатыр ма? Әні тірі көрдің әлі қимылдап жатыр. Қимылдап жатыр. Сонда асып жейді ма? Анда лобстер міне көрдің бе? Бұл да тірі. Ойбай, мына аяқ қол қимылдап жатыр. Лобстер. Это очень дорогой лобстер. Сонда бұл черный бретонский. Қай уақытта аулаған мынаны? Түнімен аулаған шығар. Түнімен аулап, күндіз әкеп. Мыналардың бәрі жыбырлап жатыр міне. Анан қара, әне жыбырлап жатыр. Бұлар деген әлі. Міне, әні көрдің бе? Жыбырлап жатыр. Мынау лобстер емес па мынау? Жоқ, ол деген әрине деп тұр ғой, ана өрмекші дейді. Теңіздің өрмекшісі дейді. Көрдіңіз ба? Мынау креветки. Мынауымыз қызыл балық қой енді, өзімізге таныс. Иә. Қызыл балық. Мынау ақ балық. Ақ балық кабию осы тәте, көрдіңіз бе? Кабию деген осы ма? Ана, ләппеде жедіңіз ғой? Иә. 29 евро екен килограммы. Қымбат екен. Мына балықтың әдемісін. Қандай үйлер дедің мынаны? Необретондық. Необретондық үйлер. Ол өстіп өзгерткен ғой сырттарын 70-ші жылдар тас үйлерін жауып,
тура айналасын ғана қалдырған, терезенің айналасын, есіктің айналасын, бұрыштардың айналасындағы ғана көрсетіп қойған, қалғанын атпен жоғалтқан. Атлант мұхитының жағалауындағы 3 жұлдызды Лан-Брик деген кемпингке демалуға келдік. Лан-Брик деген кемпингіміз осы, администрациясы шағын ғана үйлер орналасқан, үйшіктер өздерінше мобилдон деп қояды екен. Мен айтам, мобилдом шығар, мобилдон емес десем, енді французша мобилдон болады ғой деп сөйтеді. Мобилдон деп аталатында жөні бар екен. Олар өзі мобилді екен, қажетсіз болған уақытта машинаға салып алып кете қояды. Жаз кезінде мұнда адамдар өте көп болады екен. Қазір енді біз сезонның ең соңғы күндеріне тап келіп тұрмыз. Біз кеткеннен кейін бұл сезон жабылады дағы. Мобилдондардың барлығы біртола келесі жазға дейін демалатын болады. Мынау біз жатқан мобилдон. Қазір ішіне кіріп, сіздерге ішіндегі жағдайлардың бәрін көрсететін боламын. Мына іші мынандай, кіре бергенде шағын кухня студиясы бар. Ыдыс-аяқтары да бәрі де бар. Тамақ істеп ішуге болады. Отбасымен келіп демалып жатады. Мінекей тоңазытқыш да бар. Барлық жағдай жасалынған. Шкафтың ішіне ыдыс-аяқтарды қоюға болады. Мінекей. Не пісіріп жатсың, Жанар? Мидия пісіріп жатыр, дәм татсын деп. Мидиясы асып жатыр екен, Жанар. Ертең сынауланған мидия. Жуып, анау айналасындағы шөптерден тазалайсыз да. Осындай суға батырып, су құясыз, содан кейін пиязды турап саласыз болды. Суға батырып қана. Тұз салынады ма? Салынбай ма? Тұз салынбайды, себебі іші толған йод пен тұз. Бірақ кейбір адамдар тұз салған жақсы көреді, мен өзім тұз салмайды. Қазір сорпасының дәмін көресіз, маған айтасыз. Сорпасында ішеді ме? Ішуге де болады, кейбіреулер ішеді, пиязбен ғой. Сосын кейбіреулері ақ виномен қосып жасаған жақсы көреді, кішкене қышқылдау болсын деп. Ал кейбіреулер кілегеймен жеген жақсы көреді. Енді бір 15 минуттан кейін сүзіп алып жей беруге болады ғой, иә? Солай ғой, мынау ашылды көрдіңіз бе? Жаңа бәрі жабық еді ғой. Тірі болып тұрған кезінде жабылып, защитный болып тұрады ғой. Үстіндегі мидиелер тірі кезінде ана қабыршығын ашпайды, жау болады екен ғой, иә? Иә, қорған. Одан кейін өсіп піскен кезде ашылады, соңынан үлкен ірі көрдіңіз, өте жақсы мидиялар. Мына жақта 2 жатын бөлмесі бар. Мынау айнадан болғаннан кейін өзімде көрініп тұрмын. Мінекей мынау Жанар жатқан бөлме, 2 адамдық негізінде, қазір енді бір өзі жатыр. Ал енді мынау мен жатқан бөлме. Бұл да 2 адамдық, бірақ мен бір өзім жатырмын. Әкеммен Мақсат жатыр, 2 адамдық бөлме. Біздің 3 бөлменің күндігі 150 евро. Августте оның бағасы 2 есе 3 есе. Бүгін 29 ма? 18 ма? 1 октябрь бұл жабылады. Бұл деген туризмнің ең соңғы күндері ғой, сол себептен арзан қазірше. Арзандатып жіберген. Жақсы, бізге арзанды керек қой сол. Июнь-август кезінде, июнь-август кезінде баға деген зымырап ұшады. Иә. Енді мына жерде жуынатын бөлмесі бар. Мінекей. Душ. Иә. Жуынатын бөлме. Қысқасы барлық жағдай жасалынған. Шіркін біздің Көлсайдың төңірегіне де осындай мобилдондарды апарып неге қоймасқа. Керемет болар еді ғой. Әйтпесе ешқандай сервис жоқ та біздің туристік орындарда. Егер осындай мобилдондарды апарып қоятын болса, шетелдік туристер бұрынғыда бұл жолғыдан да қазіргіден де ағылар еді ғой деп ойлаймын. Мына жерде сөзіңіз айтқан барлық жағдай бар. Тек кір жуатын машина ғана жоқ. Кір жуатын машинада анау бюро кіре беріс жерде не бар? Кір жуатын бөлме бар. Сол жерде 10 шақты машина тұр. Кір жуатын сол жерге апарып жуып беруге болады. Мына мобилонның өзінде кір жуатын машина жоқ. Бұл себебі өте ауыр. Оның үстіне оның деген жаңағы орын дайындау да оңай емес қой. Холодильнигі бар, ыдыс жуатыны бар. Тамақты өзің істегің келмесе, бір тамақтандыру орны бар ма? Солай ма? Барып тамақтануға болады, иә? Мына жаңағы жерде тамақтандыратын ресторандары бар, кішігірім, бірақ біз ең соңғы сезонда келіп тұрғандықтан қазір түсте өзіміз тамақ пісіріп жатырмыз. Ал кешке жақын осы қасымыздағы ауылдан барып рестораннан тамақ ішеміз. Біз енді сезонның аяғында келіп тұрмыз ғой. Ал енді сезонның нағыз уақытысында келетін болса,
бұл жерлердің бәрі енді керемет гүлдеп жайқалып тұрады енді. Ең бастысы мынау океанның ауасын жұту керек болды ғой бізге. Сондықтан осындай жерге демалуға келдік. Мына біздің Кристина бір керемет әйел. Күйеуі Мишель де сондай ғажап адам. Адамгершіліктері, кісіліктері, сондай жайдары, өзімізге ұқсайтын көңіл күйлері. Дайын болып қалды ма? Мінекей, біз түсте осылай міне тамақтанамыз қазір. Тобымызбенен отырып, ана тура ортасына үлкен қып тұрып шарапты қойыпты ғой. Бұлар енді шарапсыз тамақ ішпейді енді. Мынау устрицаны дайындап үлгеріпті ғой, Жаңа базардан сатып алып еді. Ой, не деген үлкен устрицалар. Керемет міне. Біздің түскі асымыз осындай. Жорлет пен Кристина. Мынау біздің Бағдагүл. Ол енді француз тілін жақсы біледі, Бағдагүл. Арамызда 2-3 адам бар француз тілін білетін. Соларға сенеміз дағы, әйтеуір шапқалап жүре береміз. Біздікі merci beaucoup-дан аспайды. Міне Людмила келді. Міне Мади келді. Біздің Мади деген 8 қырлы бір сырлы жігітіміз. Ой-бой, Мадидің жан-жақтылығын көрсеңдер енді таң қаласыңдар. Қолынан только не келмейді, білімі деген керемет, өте терең. Тек француз тілін білмейтіндігі болмаса, керемет ғажап енді. Мынау біздің Патриция. Мынау Люданың жолдасы. Астарыңыз дәмді болсын. Қалдыр мені қателесіп Қазақстанда туғызып қойған ау деймін. Негізінде мен осы балық шауында туылатын адаммын ғой. Ал кеттік. Керемет. Мен дейтін тағам. Оңтүстік Британиядағы Морбиян шығанағы мен Атлант мұхиты жағалауының арасына жайғасқан Ламбрик кемпингінің табиғаты керемет ғажайып. Құстың ұясындай әдемі үйлердің арасындағы жасыл желекке оранған жаяу жолдар сізді небәрі 1-2 минутта теңізге алып барады. Біздің мәдени Қазақстаннан асық алып кепті. Асық алып келіп, француздарға асық ойнауды үйретіп жатыр. Ой, молодец! Ой, молодец! Ой, мынау француздарың мықты! Француздардың мықты болатын жөні бар. Олардың ки деген ұлттық ойынның асықтан айырмашылығы ірі болып келеді. Бір-біріне жақын орналасқан ки тастарының біреуін ғана құлату асқан дәлдік пен ептілікті талап етеді. Асықтың көлемі майда, алыстан құлату қиын. Соған қарамастан, Жоржет ата-бабасы асық ойынымен біте қайнасып өмір сүрген қазақтарды шаң қаптырып кетті. J'en boirai, oui, 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 j'en boirai, non, 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 j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Bon, c'est bon, on arrête là. Қазір ана пароходқа отырып, ашық океанға саяхаттайтын боламыз.Рамыз қазір. Кристинаның күшігі бізбен бірге саяхатқа шығып бара жатыр. L'île Roi est peuplée de 600 salariés pendant l'été. Et au passage, malheureusement, ils font monter considérablement les 100 €.
Морбиан гольфі Францияның Британ аймағындағы Атлант мұхитының ішіне еніп тұрған ерекше шығанақ. Бретон тілінде Морбиан кіші теңіз деген мағынаны береді. Бұл Атлант мұхитының құрлыққа қол созған тұсы. Мұнда 365 арал бар. Табиғаттың өзі бір жыл ішіндегі 365 күннің әр қайсысына бір аралдан сыбаға етіп бергендей. Қазір енді біздің пароходымыз мына аралға келіп бізді түсіретін болады. Бұл арал монахтар аралы деп аталынады екен. Ертеректе мұнда тек қана монахтар ғана өмір сүрген екен. Бірақ қазір ешқандай монахтар жоқ дейді. Жай тұрғындар өмір сүріп жатқан болу керек. Тағы басқа нелер бар, енді көреміз қазір түскеннен кейін. Сол өзінің тарихи атауын сақтап қалған ғой монахтар аралы болып. Шығанақтың қолтығына кіре маужыраған оймақтай ғана арал теңіз бен құрлықтың үнсіз үйлесімін растап тұрғандай. Адам аяғы абыр-сабыр болып жататын туристер мекеніне ұқсамайды. Морбиандағы ең ірі әрі ең танымал арал бола тұра, мұнда үлкен қонақ үйде жалт-жұлт жарнама да жоқ. Монахар аралындағы үйлер жағынан әдемі, ұршақтың үйі сияқты. Орасан тауыққана сияқты. Қараңдаршы мінекей. Тауыққана ғой тура. Адам мен табиғаттың келісімінен туған мынау әдемі композиция мен жасырын архитектураға қашық көзбен қарамау мүмкін емес. Оның көрінбейтін тынысын естігенде бір сәт балаға айналып кеткеніңді өзің де байқамай қаласың. Мекеннің қамыс шатырлы, ал қабырғасы тас, бірақ дәктеп қойған. Қамыстың қалыңдығын қарасаңшы. Сол ежелгі тұрған қамыстар ғой енді. Әлі тұр ғой. Бұл тұрақты өмір мен табиғи қарапайымдылықтың сирек кездесетін тепе-теңдігі. Морбиандағы көптеген аралдардың кейбірінде мүлде адам болмайды. Енді бірі жазғы маусымда ғана тіріледі. Ал монахтар аралы жыл бойы өмір сүреді. Мектебі, дүкені, поштасы бар. Жергілікті тұрғындардың велосипедпен жүргеніне қарағанда көлік қозғалысы шектеулі сияқты. Тас дуалдармен қоршалып ирелеңдеген тар көшелер бірде төбешік басына, енді бірде теңізге жетелейді. Почтовый ящик, мынау дәстүрлі костюм киген бритондықтар суретін салып қойған. Мұнда ат басын тіреген адам аузын ашып таң қалмайды, тек сүйсінеді, жан рахатына бөленеді. Кетуге де асықпадық. Морбиан шығанағының жағасындағы ресторанда отырып, маужыраған табиғаттың үнін тыңдадық. Арал да бізге риза секілді. Кеудесін кере, көсілген теңіз бетіндегі майда жібек толқындар естен тандыра есіліп жатты. Монахтар аралы емес, Жұмақ аралын аралап, ғажабына тамсанып, кереметтерін көзбен көріп, көңілмен сезініп, енді міне қайтып бара жатырмыз. Корабльге отыруымыз керек қазір. Қайтадан қайтамыз енді. Шексіз болып көрінетін жұмыр жердің де шеті бар. Тұңғиық терең мұхиттың да түбі бар. Атлант жағасындағы біздің ғажайып демалысымыз да ақырына таяды. Қимайсың әрине, бірақ қалада алмайсың. Мұхиттың жан семіртер табиғатына тамсанбау мүмкін емес.
Ал француз мәдениетінің өмірдегі өнегелік көрінісі одан да қатты таң қалдырды. Бүгін кететін күніміз жатқан бөлмемізді қолына дейін жуып, шаңына дейін сүртіп, төсектерінің барлығын жинап, тазалап, тап-тинақтай қылып сүртіп кету керек. Ыдыс-аяқтарының бәрін жуып, холодильниктің аузын ашып кету керек, тоқтан шығару керек. Пештердің бәрін өшіріп, ал ыдыстардың бәрін мінекей бүйтіп жуып, түгендеп қойып кету керек. Қазір енді әйкем менен Жанар барлығын жуып жайып тазалап жатыр едік. Келген уақытта тура осылай қабылдағанбыз. Кеткенде де сол тап-таза қалпында қалдырып кетуіміз керек. 100 евро тастап кетсең, өздері тазалап береді. Ой, 100 евроны тастағанша өзіміз тазалап кеткеніміз жақсы емес па? Енді қазір ол даже тастағымыз келсе де адамдар жоқ, рабочийлар жоқ. Бүгін соңғы күн ғой, бүгін кампинг жабылатын күн. Біз жауып кетіп жатыр екенбіз ғой. Иә. Ыдыстарды жай ғана жуып тазаламайсың, жуасың, шаясың, содан кейін артынан құрғатып сүртесің. Душына дейін жуып, сүртіп, тазалап. Біз қалдырмай шығып кетуіміз керек. Аяқтарымның өкшесіменен шығып кетті мінекей. Есіктің алдындағы столдарға дейін мына бастырманың астында тұратындай етіп, жаңбыр тимейтіндей етіп қойып, сүртіп, тазалап кету керек екен. Кір жаятынды да бастырманың астына қойып, су тимейтіндей қылып, сондықтан да мына жиһаздардың барлығы ескірмей, жап-жаңа қалпында сақталып тұрады. Не деген тәртіп. Ең соңғы штрих есіктің алдындағы столды сүртіп, тазалап, кептіріп кетеді. Осындай тәртіп қашан орнайтын болды екен бізде?